араласуға рахмет, жақсы. Әңгімемізді жалғастыру үшін отбасыңыз туралы, жалпы өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Менің атым Алинур, фамилиям Расулов. Мен Жамбыл ауданы Жалбақ төбе ауылында келген ұлтым туған. Мен басы үлкен, әйел, 2 қызым және 2 ұлым бар. Мен дерматовенеролог дәрігермін. Жамбыл облысы тире-венерология диспансерінде жұмыс істеймін. Рахмет. Қазақ тілін үйренуді қашаннан бастадыңыз? Қазақ тілі курсына барып үйрендім. Неге дәрігер мамандығын таңдадыңыз? Маған дәрігер болған ұнайды. Қатты ауырып келген кісілерді емдеймін. Рахметін қаламын. Күнделікті жұмыс күніңіз қалай өтеді? Менің жұмыс күні сағат 9-нан басталады. Науқастар өте көп. Әртүрлі диагнозмен науқастар келеді. Қатты аурулармен келеді. Қазақ тілінде жиі қолданатын сөздеріңізді айтыңызшы. Керекті қолданылатын сөздер, мысалы, тері, мұрын, шаш, қышиды ма, қашан басталды, қай жерге ауырады, маңдай, ерін. Бұл көптері өте көп келеді. Қазақтар көп. Мен олармен қазақша сөйлеймін. Қазақ тілін үйренгісі келетін кісілерге не айтасыз? Қазақ тілін оқу міндеті деп ойлаймын. Қазақша сөйлесейік. Сізге сұхбатыңызға рахмет, сізге сәттілік тілеймін.